алтын болсын, жер байлығы болсын, барлығының құны бізде басқалай бағаланады. Аз салық төлеу үшін. Сыртқа шығарады да басқа әлемдік нарықтағы бағада сатады. Биыл тағы да тура солай, тағы бір ұлттық компанияны қолдау үшін ұлттық қордан ақша алайын деп отыр. Ковидтің кезінде 4-6 триллион теңге аударылды. Өткен жылы 5-3 триллион теңге аударылды. Демек, үкімет бізде мойындағысы келмейді, айтпайды, кедей елміз деп. Біз орта держава болып жатырмыз деген мәселелерді айтады. Елден кеткен ақшалардың көлемінде қарайтын болсақ, қазір 250 миллиард доллардың көлемінде болып тұр. Сонда тұтастай бір Қазақстан шетелге кетті деп айтуға болады. Ол 30 жылдың ішінде кеткен ақшаны айтып отырсыз ғой? 30 жылдың ішінде кеткен ақша. Өткен жылы ұлттық банк 120 тонна алтын сатыпты. Меніңше сұрақты солай қойған дұрыс та. Ол жақтағы алтындар қайда кетіп жатыр? Сіз енді басқа Қазақстанды айтып кеттіңіз ғой жаңа. Мен соны көз алдыма елестетіп әлі сене алмай отырмын. Мүмкін деп ойлайсыз ба осы дүние? Ол мүмкін. Оны жасау керек. Неше жылда? Әлде қазір-ақ жасап жүруге бола ма? 2-3 жыл ғой ары кеткенде. Қадірменді көрермен, бұл Қасқа жол және оның жүргізушісі мен Жамбыл Зейнолла. Бүгін өте күрделі тақырып, күрделілігіне қарамастан да өте маңызды, бұл экономика саласы. Сол себепті студиямызға экономист, сарапшы маман Мақсат Халықты шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік, армысыздар. Бірден мынандай сұрақ қояйын. Қазақстан халқы кедей, бай ел дегенмен келісесіз бе? Кедей және бай ел деген? Халқы кедей, бай ел. Дұрыс, келісеміз, әрине. Халқы кедей, өзі жері, табиғаты және ресурстары кендік тұрғыдан өте бай ел. Сондықтан бұл қазіргі уақыттағы ақиқат болып отыр. Біз енді кедей деп айтқан сайын, үкімет бізде мойындағысы келмейді, айтпайды, кедей елміз деп. Біз орта держава болып жатырмыз деген мәселелерді айтады. Әрине енді бұл идеологиялық тұрғыда қолданып отырған дүние шығар. Бірақ шын мәнінде халықтың төлем қабілеттілігі, өмір сүру сапасы көрсеткішіне қарайтын болсақ, азаматтарымыз жыл санап керісінше төлем қабілеттіліктерін нашарлап жатқанын көреміз. Сондықтан да бұл ақиқаттық көрсеткіш кезінде тіпті 1-2 жыл бұрын алып отырған жалақысына бір жарытып бірдеңе алып алатын еді, ең құрмағанда. Қазіргі уақытта тіпті ол жалақысының өзі жетпей жатқанын байқап отырмыз. Халықтың қазіргі жағдайы, көңіл күйі осындай. Сондықтан да бір негізгі маңызды мәселе бар. Бірінші кезекте ол халықты жұмыспен қамтамасыз ету өте маңызды. Өйткені бұл көрсеткіште үкіметте бір басқа, шын мәнінде халқымыздың жұмыссыз жүрген азаматтардың қатары көп. Оған қатысты президенттің өзі де өткен жылғы жолдауында 900 мың адам бізде жұмыссыз деп келтіреді. 900 мың болса, еңбекке жарамды бізде 10 миллион халық бар. Демек, 10 миллион халықтың егер шығатын болсақ, бұл жерде әжептәуір бөлігін құрап отырғанын көреміз. Бізде статистикада 5% деп көрсетеді. Президенттің айтқанына қарасақ 9%. Сонда президенттің өзі де статистикаға күмәнмен қарап отырғанын көрсетеді. Сондықтан да осы жерде статистиканың өзіне бізде реалды түрдегі шын мәнінде жұмыссыз адамдардың саны анықталу керек. Өйткені профильдік министрліктің өзі нақты мәліметті бере алмайды. Олар жұмыспен қамту орталықтарына келіп тіркелген адамдардың санын береді. Ал оған келмеген, бірақ жұмыссыз жүрген қанша адамдар бар. Осы өте маңызды. Енді одан кейін көрсеткіш халықтың табысы. Ол өсіп жатыр ма? Өсіп жатса, не өсіп жатыр? Атаулы жалақысы ма, жоқ әлде нақты жалақысы ма? Осы бөліп көрсеткен дұрыс. Бізде статистикада да көбінесе айтқан кезде, шенділеріміз де есеп берген кезде халықтың табысы артып жатыр, өте жақсы деп көрсетеді. Бірақ ол атаулы жалақы, атап айтып көрсететін. Нақты жалақы өткен жылда мысалға сіздің алып отырған 200-300 мың теңгеңіз қандай заттарды алуға жетті? Қазіргі уақытта қанша заттарды алуға жетіп жатыр ма? Тура сол заттарды сол ақшаға ала аласыз ба деген нақтылықты көрсетеді. Ал енді былай қарасақ, бір 5%-ға өсіп жатқанын көреміз, әрең дегенде. Ал бірақ тауарлардың қымбатшылығы, азық-түліктің қымбатшылығы жоқ дегенде 10% болып жатады. Ресми статистикада, бейресми статистикада ол 2 есе көп. Сондықтан да азаматтардың өсіп жатқан табысы қымбатшылықтың артынан қуып жете алмай жатқандығын көреміз. Бұл енді қазіргі уақыттағы реалды жағдайлар. Енді әлемдік жаңағы жалпы ішкі өнімге қатысты есептейтін көрсеткіштер бар. Ол бойынша да біз биыл рекорд қойып отырмыз. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өніміміз табысы орташа елдерден асып кетті. Былай қарағанда табысы орташа еліміз деп айтсақ болады. 10 мың доллардан жоғары болса, ол жақсы. Бізде қазір 12 мың долларға одан да асып бара жатқан жағдай бар. Жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім. Ол деген сөз
халқымыздың табысы орташа деп бір кесіп айта салуға болады. Бірақ та қазір әлемдегі мықты экономистердің өзі, соның ішінде Нобель сыйлығының иегері Джозеф Стиглиц деген кісі бар. Ол кісі де соңғы өздерінің есептемелерінде жалпы ішкі өнім реалды халықтың әлеуметтік жағдайының көрсеткіші бола алмайды деп айтып отыр. Демек, жалпы ішкі өнім деп біз осылай болды, өсіп жатыр деп санмен айтқаннан пайда жоқ. Реалды түрде халықтың алып отырған табысы өзінің күнкөрісіне жетіп отыр ма? Олардың өмір сүру сапасы қандай? Міне осы көрсеткіштерге терең үңілуіміз керекпіз деп есептеймін. Ал осы тұрғыдан келген кезде халқымыз әлде де кедейшілік басым болып тұр. Өйткені біздің үкіметтің келтірген кедейшілік туралы мәліметі бір басқа, 5%-дан аспайтын кедейшілік бар деп айтады. Ал дүниежүзілік банк болса 12,5%-дан асып кетті дейді кедейшілік. Мысалға, енді ол дүниежүзілік банк қой, ол сырттағы институт, оған сенбеуіміз керекпіз деп айтуымыз мүмкін. Бірақ та ал 5% болса, оған сенуіміз керек пе? Сондықтан да реалды көрсеткішті айтайық. Мүмкін ол 8% шығар, мүмкін 10% шығар. Тура дүниежүзілік банкқа да ол жаңағы халықаралық институт оған сенбейік десек те, өзіміздің аналитикалық талдау орталықтары дұрыс реалды сандарды айта білу керек деп есептеймін. Егер шынайы сандар болған кезде ғана біз өзіміздің Қазақстанның экономикалық дамуына байланысты дұрыс бағыт-бағдар құра аламыз. Ал егер өтірік статистикалармен жасайтын болсақ, онда баяғы жартас сол жартас ешқандай дүниенің өзгергенін көрмейтін боламыз. Түсінікті. Енді мен сізге ілесіп отыруға тырысайын, онда мынандай сұрақ. Осы 2-3 күн болды бір жаңалық шықты. Мынау жалақысы 500 мың теңгеден жоғары халықтың саны, жалпы Қазақстандағы еңбекке жарамды халықтың үлесінен сонда 0,2% ғана екен. Оны бір есептеп көрейікші, мысалы, еңбекке жарамды 10 миллион дедіңіз, сонда 0,2% болса, 500 мың теңгеден жоғары жалақы алып отырған, ол қанша адам? Қанша мың? Ол демек 0,2. 1%-ның өзі 100 мың адам, иә? Иә, 1%-ның өзі. Демек 0,2 деген сөз 20 мың адам ғана болып тұр ғой. 500 мың теңгеден жоғары, демек 20 мың адам ғана бар. Оны Әлихан Смайылов айтып отыр. Жоғары аудиторлық палатаның мен ресми мәліметін бүгін ақтардым. Мысалы. Енді көріңіз, жағдайды. Содан енді бұл жерде не істеуге болады? Мысалы, осындай жағдай, жалақы өспейді, одан да халық зардап шегеді, доллар қымбаттайды, ол да тағы да халыққа барып тиеді, сонда бір шешімін айтуға келе ме? Қандай да бір шешімін, шешу жолдарын мүмкін? Шешу жолы бұл экономиканың заңдарына сәйкес болу керек. Ол бірінші кезекте еңбек өнімділігінің өсімімен айқындалады. Негізінде еңбек өнімділігі экономикадағы негізгі маңызды көрсеткіш. Сіздің мысалға қарамағыңыздағы әрбір қызметкердің еңбек өнімділігі жоғары болса, сіз табысты боласыз, кәсіпкер ретінде де табысты боласыз. Сондықтан да ал еңбек өнімділігі немен өседі? Ол әрбір азаматтың біліктілік көрсеткішімен, кәсіби біліктілік көрсеткішімен өседі. Сонда біздің азаматтарымыздың табысы жоғары болсын десек, демек олардың біліктіліктері жоғары болу керек деген сөз. Кәсіби біліктіліктері, сала бойынша біліктіліктері өте жоғары болу керек деген сөз. Демек бізде кәсіби білікті мамандар аз деген сөз Қазақстанда. Бұл енді соны көрсетеді. Сондықтан да былай қарасақ, біз онда біздің қазіргі жастарымызды барынша кәсіби білікті тәрбиелеуіміз керекпіз. Осы мәселе өте маңызды. Ал екінші жағы бар, ол кәсіпкерлік табысты болуы. Өйткені табысты өсіретін бірінші кезекте әрине мемлекет, ол мұғалімдердің жалақысын өсіруі мүмкін, ол дәрігерлердің жалақысын өсіруі мүмкін, ол мемлекет қызметкерлердің, ол жаңағы мемлекетке қатысы бар жаңағы қызметкерлердің жалақысын өсіруі мүмкін, мәдени сала қызметкерлердің дегенде. Ал жалпы азаматтарымыз негізінде кәсіпкерлікке жалданып жұмыс жасайды. Сондықтан да бұны түптеп келген кезде азаматтың табысын өсіре алатын ол кәсіпкерлер. Ал олар қашан өсіре алады? Егер де олар жақсы табыста болса. Мәселе осында болып отыр. Ал олардың табыстылық көрсеткіші азаматтардың жаңағы еңбек өнімділігімен байланыстырылады. Ал сонда былай қарасақ, бізде түптеп келгенде кәсіпкерлік, іскерлік орта даму керек дегенге келеміз. Экономиканың негізгі драйвері, қозғаушы күші, күре тамыры бұл кәсіпкерлік.
Сондықтан да бізде кәсіпкерлік жай сөз жүзінде емес, жаңағыдай мемлекетте осынша кәсіп тіркелді, бізде осыншама жаңағы шағын және орта бизнестің үлесі бар, ол өсіп жатыр жылдан жыл деп келтірген статистикадан гөрі шын мәнінде табысты кәсіпкерлердің легі болу керек. Бұл енді ұлттық буржуазия деп айтамыз, кәдімгі қазақы, қазіргі заманғы қазақтың байлары керек бізге, былай айтқан кезде. Бізге олигархтар керек емес негізінде, былай қарағанда. Олигархтардың да енді орны бар, егер де ол халықты ойлайтын болса. Ал енді көбінесе бұл іскерлік, белсенді, орта тап буыны кәсіпкерлердің, ұлттық буржуазияның жаңа байлары керек та. Мынаны түсіндіріп өтейікші, кәсіпкерлер деп сіз кімді айтып отырсыз? Алып сатарларды ма, әлде бір тауар өндірушілерді ма? Кәсіпкер деген сөз ол әрине бірінші кезекте тауар өндірушілікпен байланыстырылады. Иә. Ол бір кәсіпті кәсіпкерлікке табыс табу көзіне айналдыра алған адамдар. Жақсы. Ал алып сату болса, ол жеңіл жеп түрі. Ол да енді кәсіпкерліктің бір коммерциялық кәсіпкерліктің саласы ретінде қарастырылады. Жақсы. Бірақ та әрине одан көрі елімізде қандай да бір тауарды өндіре алу, елімізде қандай да бір қызметті сапалы түрде көрсете алу, осы көрсеткіштерді бағындыра алған кәсіпкерлердің тізімі артатын болса, онда ол ел экономикасына тек пайда алып келеді. Сондықтан да біз басымдырақ осы бағыттарға көңіл бөлу керекпіз. Ал енді үкіметтің осы жерде атқаратын өзінің міндеттері бар. Бізде үкімет көбінесе экономикаға қатты араласып кеткен, монополизация бар, жаңағы кейбір салаларға қатты кіріп кеткен, және де субсидия беріп қолдаймыз дейді, ауыл шаруашылығы, басқа салаларды. Бірақ та ол салаларда таза тамыр таныстықпен өзінің белгілі бір топтарға ғана қолдау көрсетіледі. Ал жыл бойы сол баяғыдан келе жатқан сол азаматтар ғана сондай жеңілдіктерге ие болады. Ал ол деген сөз, ол нарыққа жаңа ойыншылар, өз күшімен келе жатқан бәсекеге қабілетті кәсіпкерлер кіре алмайды. Тиісінше нарықта бәсекелестік жоқ. Экономика осыдан дамымай отырған жағдайы бар. Сондықтан да бұл жерде үкімет олай араласпау керек. Үкімет кәдімгідей инфрақұрылымдық жағынан көмектесу керек, заңдық жағынан көмектесу керек, мейлінше бюрократиялық кедергілерді жою жағынан көмектесу керек. Әрбір кәсіпкер өзінің, мысалы, жай ғана құрылыс саласындағы кәсіпкер болса, ол жаңағы үйді салғанға дейін бірінші жер алады, оның мақсатты бағыттылығын өзгертеді, целевой назначениесін. Сосын сол котлованнан бастап ол үйді эксплуатацияға жасағанға дейін бірнеше этап қаншама қағаз құжаттармен жүгіреді. Оның барлығын ұзартып қойған сайын кәсіпкер шығынға батады. Ол шығынның барлығына, мысалы, қаншама маман ұстап отыру керек, жұмысшы ұстап отыру керек, оның барлығына төлем жасау керек. Тиісінше жаңағы үйдің шаршы метріне оның барлығы салмақ болып түседі да, біздегі үйдің қымбатшылығының бір себебі шығады. Ал егер мемлекет соның бәрін реттеп, барынша бір тереземен шешілетіндей, цифрлық түрде шешілетіндей, ешқандай есікті қақпайтындай, барлығы дұрыс бір жаңағы цифрлық түрде бір кликпен шешіліп отыратындай дүние болса, онда бұл процестердің бәрі жылдамдайды, тиісінше кәсіпкер де ұтады, халық та ұтады, арзан үйлер пайда болады. Сондықтан да бұл жерде негізінен үкіметтің функциясы негізінен ұйымдастырушылық қызмет болса, барынша инфрақұрылымды жасақтап беру, нарықты түзіп беруге үлес қосу, ары қарай уже араласпау керек. Ары қарай кәсіп жаңағы өз-өзін дамытып. Қазір енді либерализация деген сөз айтылып отыр ғой. Нарық барынша еркін болу керек, бизнес еркін даму керек деген мәселелерге келеді. Егер осылай өз бәсекелестік орта түзілетін болса, ол экономиканың жаңағы өсімінің кепілі болады. Ал экономика осындай бағытта өсетін болса, онда сөз жоқ, ол халықтың өмір сүру сапасына бірден әсерін тигізеді. Сол кезде халықтың табысы да өсуге мүмкіндікке ие болады. Оны ол жерде мемлекет бас қатырмайды, мысалы, қалай өсіреміз, қалай арттырамыз деген сияқты. Ал өткен жылда да бізде экономикада өсім болды ғой деп айтатындар бар. Мысалға 5% өсім болды. Және ол 5% өсім соңғы 10 жылда болмаған. 2013 жылы бізде жалпы ішкі өнімнің өсімі 6%-дан асқан, 7%-ға жуық. Одан кейін ондай өсім болмаған. Бәрі 3%, 4%-ден әр кетпеген сондай бір өсімдер болып келді. Сонда 5%-ға өсірдік деп өткен жылғы үкімет өзі бір мақтанғандай болды, бірақ ол өсім 5%-ға өссе, халықтың пайдасы қайда өсіп жатқан, халықтың табысы қайда өсіп жатқан. Міне осы мәселе өте өзекті, бәрі-бірімен байланысты болу керек. Экономика өссе, халықтың табысы өсу керек, әл-ауқаты өсу керек. Ал экономиканың өсуінің кепілі сол жерде заводтар, фабрикалар, кәсіпкерліктер дамып жатқан. Солардың реттіліктері ол экономиканың өсімін береді, әрбір салалардың дамуы. Сондықтан да осы мәселелерге үкімет баса назар аудару керек.
жаңағы бақылаушы ретінде функцияны алып, бәрін қатты контрольға алып, неше түрлі қиындықтар қойып, рұқсат алатын, тексеретін органдарды көбейтіп жіберетін болса, онда кәсіпкерлік те дамымайды. Ондай кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтарды қолын бір сілтейді, маған мұндай бизнес керек емес, одан өзім жанымды өзім бағайын бөлек жүремін дегендей, таксист болсам да деп, сөйтіп кәсіпкерлікке бір қолын бір-ақ сілтейтін бар. Сондықтан да осы жағдайлардың бәрін егер үкімет реттеп бере алатын болса, ол ұйымдастырушылық ретінде ары қарай бизнес өзі-ақ дамиды, динамикалық тұрғыда. Менің қазір қойылатын сұрағыма сіз енді былай жауап берген сияқты болдыңыз, бірақ толық емес сияқты болып тұр. Мен қанағаттанбай отырмын, бірақ соның өзінде қояйын бұл сұрақты. Мысалы, біз экономикамыздың дамуы үшін өндірісті дамытуымыз керек дейміз. Ол бізге импорттан келетін тауарларды алмастырады, отандық өнім пайда болады мысалы. Оны жоғарыдағылар біледі, білмейді емес. Бірақ неге бізде өндіріс дамымайды? Әлі күнге шейін сол импортқа тәуелді болып отырмыз. Сұрағыңыз өте орынды. Бұл әрине тереңде жатыр. Мәселе 30 жылдық бойы жинақталған, қордаланған мәселелер. Ең әуелі сол мұнайды тауып, оны сыртқа шығарудың өзінде жатыр. Сол кездегі келісім шарттар. Бүгінгі дейін қарасақ, біз мұнайды көбіне шикізат ретінде сатамыз. Әлі күнге дейін. Одан бөлек тау-кен саласының өнімдері, металдар болсын, барлығын біз шикізат ретінде ғана беріп отырмыз. Ал енді оны өңдеп аралық өнім дәрежесінде шығарып, оған құн қосып беретін болсақ, онда оның елге келтіретін пайдасы да көп болады. Одан айналысып отырған кәсіпкерде көбірек табыс табады, көбірек мемлекетке салық та төлейтін болады. Осы цепочка бізде бұзылып тұр қазіргі уақытта. Сондықтан да бізден 90-шы жылдардың өзінде де мұнай-газ саласында жасалған келісім шарттардың көбісі дұрыс емес деп айтылады. Оның бәрі қазір ашық талқыланбайды көбінесе. Сондықтан да мен ойлаймын, оның бәрі ашық талқылану керек. Егер де ол жерде ұлттық мүдде жоғалған болса, сол ұлттық мүддені қайтару талаптары қойылу керек. Ол мейлі қандай инвестор болсын. Өйткені ол жерде халықтың мүдде тұр. Әрине кейбір адамдар бар, ол жаңағы ұлттандыру мәселесіне келеді, национализация деп, оны ертең тартып алып жатса, инвесторлар шошиды, сосын елге келмей қояды деген мәселелерді айтады. Бірақ қарау керек қой. Егер де ол жерде шын мәнінде ұлттық мүдде жоғалып тұрса, біз қатты ұтылып жатқан болсақ, онда ол мәселелер нақты қойылу керек деп есептеймін. Сол кезде ұлттық экономикалық қауіпсіздік те өзінің реттілігін табады. Біз бюджет кірістілігінде толтырамыз. Тиісінше әлеуметтік мәселелерде өзінің шешімін таба бастайды. Онда біз бүкіл құжаттарды қазір, бүкіл келісімшарттарды қопаруымыз керек қой. Мен енді 100% демей қойын, бір 97% енді осындай проблема шығады, қопаратын болсақ. Рас айтасыз, ол қопарылу керек, қарастырылу керек. Және де осы жылдарда елден қашқан ақшалар бар, жаңағы капитал асып кеткен, офшор асып кеткен ақшалар бар. Оның көлемі әр жерде әртүрлі айтылады. Ең жоқ дегендегі сан 160 миллиард доллар айтылады. Шетке кеткен ақшаның көлемін. 160-200 миллиард доллардың арасында қаражат деп айтылады. Көп жерлерде дерек осындай. Кейбір деректер тіпті айтады 500 миллиард дейді. Енді ол мүмкін көп те болуы мүмкін. Бірақ енді 200 миллиард деп алған күннің өзінде Қазақстанның бір жылдық жалпы ішкі өнімі шығады. Қазір бізде қанша 260 миллиард па қазір? Қазір 250 миллиард доллардың көлемінде болып тұр. Сонда тұтастай бір Қазақстан шетелге кетті деп айтуға болады. Ол 30 жылдың ішінде кеткен ақшаны айтып отырсыз ғой? 30 жылдың ішінде кеткен ақша. Бір елдің ақшасы, Қазақстан секілді бір елдің ақшасы. Сонда енді әрине оның бәрін бірден қайтара салу мүмкін емес. Бірақ ең құрмағанда 50% қайтса, сонда біз 100 миллиард долларды елге кіргізе аламыз. Ал ол 100 миллиард доллар деген ол үлкен қаражат, өйткені біздің ұлттық қорымыздың өзі 60 миллиард доллар қазір. Сонда біз ұлттық қорымыздың өзін 3 еселеп жібере аламыз деп тұрмыз ғой. Былай қараған кезде сондай қаражаттың мүмкіндігі бар. Ал сырттан кеткен активтерді қайтару бойынша да қазір президенттің тапсырмасымен арнайы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Арнайы комиссия құрылды. Бірақ ол комиссияның мүшелері кімдер екен? Комитет құрылды, бас прокуратураның жанында. Бас прокуратура оған жауапты деп айтылады. Ал енді тағы мәселелер бар. Қандай шот ашылады дейді арнайы. Ол шот кім бақылайды, қалай бақыланады? Ол жаққа ақша түсіп жатса, ол ақшалар қандай мақсатта жұмылдырылып жатыр? Осы мәселелер бойынша нақты есептер ашық болу керек. Қоғамдық тарапқа ашық болу керек. Халық оны көре алу керек. Халықтан бөлек сарапшылар да, белсенді азаматтар да көре алу керек. Сонда мемлекетке деген сенім пайда болады. Ал мен өзім ұсыныс ретінде айтып жүрмін, экономист ретінде, бұл қаражаттың бәрін ұлттық қорға түсіре салайық. Арнайы шоттың да керегі жоқ.
сонда ұлттық қор ол ұлттық банктің тарапынан қадағалауда тұр мысалға. Және ұлттық қордан қандай да бір ақша алынып жатса, трансферттер біз көріп отырмыз бәріміз. Ұлттық қордың ақшасы қайда? Ұлттық қордың ақшасы қазір Қайда сақталған? бұл енді Американың банктерінде негізінен, және де әлемдік жаңағы компанияларға инвестицияланады. Сонда сол 60 миллиард долларды ұлғайту көзделген. Бірақ та біз соңғы жылдарда өте көп ұлттық қордан ақша аударып жатырмыз. Тиісінше ұлттық қорымыз соның есебінен біз не ұлғайта алмаймыз, не көбейте алмаймыз. Одан бөлек біз ұлттық қордан жаңағы келешек ұрпақ қоры ретінде функциясын қосып, әрбір балаға, 18 жастағы балаға дейін біз мысалға $100 өткенде аудардық өткен жылда. Енді осы жылда ол жалғасын табады деп айтып жатыр. Бірақ енді $50 түссе не болады мысалға. Сонда азаматтар шу шығарады, неге осы жыл $50 түсті, өткен жыл $100 шықты дегенде. Сонда үкімет себеп айту мүмкін әртүрлі. Топан су болды, басқа болды, соның бәріне шығындалдық, бүйттік сөйттік дегенде. Бірақ та ең маңызды қуантатыны азаматтар енді осындай сұрақ қоя бастайды. Ал енді екінші жағы бар, ол қаражатты біз ұлғайта аламыз. Неге $100 түсу керек жылына? Оны былай әр жыл сайын $100 түсіп отырса, онда 18 жылда $1800 ғана түсе ме балаларымызға? Ол мысалға оқуына төленеді дейді. Ол ақшаны былай қарасаңыз 1 миллионға да жетпейтін ақша ғой. Жарайды, бір жылдық оқуын қазір алсаң төлейсің, ал 18 жылдан кейін 1 миллион теңге болып тұрады дегенге кім кепіл оқу ақысы? Ол деген ол кезде 5-6 миллион жоқ дегенде болып жатса, онда ол қаражат не болды деген сияқты сұрақтар. Сондықтан да бұл жерде менің ойымша жаңағы сырттан қайтып жатқан активтердің бәрін бірден ұлттық қорға түсіретін болсақ, сосын сол жерден ол тиімді басқарылатын болса, уже $100 миллиард түссе, 50% келіп, $160 миллиард болып шыға келеді. Тиісінше ол біздің балаларымызға түсетін жаңағы $100 автомат түрде $300 болады деген сөзді. Және де инвестициялық кірістілігіне мән береміз. Біз инвестициялық кірістілігін 50%-ын алып балаларға үлестіреміз деп отырмыз. Инвестициялық кірістілігі ұлттық қордың 2-4% деп айтылады. Сол ауытқып отырады екен да. Сонда орташа сол 3% болып тұр ғой кірістілігі. Сондықтан да ол өте аз түсім болып тұр. Ал егер де оның түсімдерін мысалға Норвегияның, Катардың, Араб елдерінің ұлттық қорындай 8%-ға дейін ең болмаса көтерсек, онда жаңағы біздің 3%-ны 3 еселеніп тұр. Сол жерде жаңағы $300 былай тұрсын, ол $900 жылына түсіруге мүмкіндіктер бар деген сөз. Былай қарасаңыз. Енді мен енді қатты айтып жүрмін мүмкін, бірақ та әртүрлі есептерге қарайтын болсақ, жоқ дегенде жаңағы $100-ымызды кемі 5-6 есе көбейтіп алуға болады да. Сол шетке кеткен ақшаның есебінен. Есебінен жаңағы, сосын жаңағы егерде ұлттық қорымызды ұлғайтатын болсақ, оның инвестициялық кірісілігін тиімді басқаратын болсақ, онда біздің балаларымызға түсетін қаражаттың көлемін де ұлғайта аламыз. Сондықтан да менің ойымша осы жерде әрбір азамат мүмкіндігі туып тұр. Тезірек қаржы сауатты болу керекпіз, тезірек осы мәселелерді білу керекпіз, және де тиісті органдардың алдына талап ретінде қоя білу керекпіз. Ал енді жаңағыдай бір шотқа түсті дейді, ол шот түсініксіз. Мысалға Қазақстан халқына қор құрылған бір кезде, қаңтар уақиғасынан кейін. Ол қор не болды? Ол қордың қаражаттары қайда жұмылдырылды? Біраз ауру балаларды емдедік, тағы сондай деген мәселелер айтылады. Бірақ та тура сондай қордың бір кейпін кешпей ма ертең? Ол қорда. Ол қаражаттар қайда кетеді? Қайда жұмсалады? Сондықтан да менімше ол бәрінше ашық болу керек, бәрінше көрсетіліп отыру керек, цифрландырылған болу керек. Қаражат қайдан келді, қайда түсті, қайда кетті? Осы мақсат мұраттар дұрыс көрсетілетін болса, онда бізде қоғамда да бір сенім ұялайды. Мінекей дұрыс бағытқа жүре бастадық. Сол комиссияның, сол комитеттің жұмысына көңіліңіз тола ма? Қазір мысалға қайтарылған қаражаттардың көлемі 1,7 триллион теңге деді. 700 миллиард. Сонда осынша қаражатты біз қайтара алдық дейді. Бұл қаражат триллионнан асқан деп көрсетілгеннен кейін тәп-тәуір қаражат болып көрінуі мүмкін. Ал бірақ жаңа елден кеткен ақшалардың көлемінде қарайтын болсақ, ол 100 триллионнан асып жығылатын қаражат та. Кеткен ақшаның көлемі. Сонда ол небәрі 2% ғана қайтып отыр. Осы тұрғыдан қалай көңілім толады? Егер 20%-ын қайтардық десе, тым құрымағанда 30%-ын қайтардық, 30 триллион қайтты десе, жақсы, онда дұрыс жұмыстар жүре бастады деп айтуға болады. Ал қазір жұмыс жүріп жатыр, бірақ та
бұл оннан бір жұмыс қана деп айтуға болатын шығар. Сондықтан да бұл жұмыс белсенді түрде жүру керек, әрі барынша батылырақ жүру керек. Бұл қаражаттар ел игілігіне жұмсалу керек деп есептеймін. Дұрыс, өте мардымсыз екен, пайызға шығатын болсақ. Жаңа 500 мың алатындар 0,2% сияқты болып тұр ғой бұл да. Мынаны айтыңызшы, өткен жылы ұлттық банк 120 тонна алтын сатыпты шетелге. Оны не үшін біз, Қазақстан не үшін сондай қадамға барады? Сұрағыңыз орынды. Енді бізде ұлттық банк соңғы жылдарда негізінде алтын қорын ұлғайтқан. Және біз алтын қоры бар елдердің көш басына шықтық. Алғашқы 13-14 орындарға дейін көтерілдік. Әлем бойынша қарайтын болсақ. Және ол жақсы құндылық ретінде қарастырылады да. Негізінде алтын ретінде резервті қаражат ұстау ол жақсы. Ертеңдері егер қандай да бір кризистер орын алып жатса, дағдарыстар орын алып жатса, онда қатты құнсызданулар орын алады, доллар шарықтайды, теңге әлсірейді, ұлттық валюта. Бірақ егер белгілі бір жинақ алтын резерв қорында тұрса, ол қайта керісінше ондай уақыттарда алтынның құны ұшады әлемде. Қазірдің өзінде қарасаңыз алтынның құны жоғарылап жатыр. Оның барлығы бір сигналды көрсетеді. Демек әлемде тұрақсыздық басым. Қазір геосаяси жағдайлар болып отырған, соғыс тұтанып жатыр әрбір жерде. Бұның барлығы сол инвесторлардың қауіптеніп, қандай да бір жағдайлардан ақшаларын алтынға ауыстыра бастаған көрінісін көрсетеді. Демек алтынның бағасы қазір өсе бастаған кезде ұлттық банктың сатып жатқандығы белгілі дәрежеде ол тиімділікте көрсетеді. Не үшін сатты сонда? Ол сол жаңағы резервтердің көлемін ұлғайту үшін, жаңағы артық алтын болса, сол алтынды қаражатқа айналдыру мақсатында жасалынады. Сондықтан да бұл дұрыс, енді былай айтқанда дұрыс емес деп айтуға болмайды, өйткені тиісті қадамдардың бірі деп айтушы едім. Ал енді негізінен қазіргі жағдайда керісінше алтынның резервті көбейткен дұрыс. Сатпай сол алтын жинала берген дұрыс. Жинаған дұрыс. Өйткені қазір алтын бағасы өсіп жатыр деген сөз. Ол деген сөз әлемде бір кризис жағдайлар орын алып қалуы мүмкін деген сөз. Ондай жағдай болып жатса, онда кім алтын қорын көбірек жинады, ол мемлекеттер тұрақтырақ тұрады. Валюталық тұрғыдан болсын, резервтері, өйткені алтынның бағасы өсіп жатса, ол қайта керісінше елдің резервтерінің көлемінің ұлғайып тұрғанын көрсетеді. Ал енді бір жағынан қараған кезде ұлттық банк неге оны сатады? Өйткені кейде доллар керек болады, шетелдік валюта керек болады. Оның бәрін алтында ұстап отырғанның кейде пайдасы да болмай қалады. Өйткені қолында ликвидті түрде өтімділігі тез валюта тұрса, сен оны тез сатып жібере аласың, тез қайтарып жібере аласың. Сол арқылы жаңағы қандай да бір шоктары дейді болып жатқан, соларды ретке келтіруге мүмкіндіктер туады. Сондай мақсаттарда олай жасау мүмкін. Ол мысалы қазіргі теңгемізде ойнай бастады соңғы уақыттарда. Осыған байланысты да жасалынып отырған қадамдар болуы мүмкін. Теңгені тұрақтандыру мақсатында ма? Иә, ол тұрақтандыру мақсатында алтын резерв қоры бірінші кезекте жұмыс жасайды. Егер де ол жерде бәрі алтын күйінде тұратын болса, қосымша долларлардың көлемі болмайтын болса, жаңа доллар аяқ астынан қатты спекуляцияға еріп, қатты құнсызданып жатса, ұлттық банк өзінің резервінде тұрған долларларды төмен бағада сату арқылы бағаны интервенция арқылы басады. Сол үшін қосымша резерв доллармен ұстап отырады. Яғни алтын біраз бөлігін жаңа шетелдік доллар валютасында ұстайды. Жақсы. Сондай мақсатта. Енді мынандай білетін адамдар айтады. Бұны ақымақтар ғана істейді дейді. Осы алтынды сатуды айтады. Бүкіл әлем бізге күлді дейді сол кезде. Алтынды сатқан кезде. Яғни түсіндіріп өтейін. Мысалы сатылған алтынның құны 7 миллиард ақш долларына тең екен. Яғни 120 тоннаны сатып 7 миллиард доллар елге кірді деген сөз. Енді өзіңіз айтып отырсыз, біздің ұлттық қордағы ақшаның көлемі 60 миллиард доллар деп, иә? Сонда дейді, сол алтынды сол жерге өткізіп ұлттық қордан неге сол 7 миллиардты алмады деген сұрақ туындайды бұл жерде. Яғни алтын өзімізде қалатын еді. Ақша жоқ емес, бар ғой қорда. Сонда енді ол алтынды кепілге қоя ма, білмеймін ғой енді ол процесс қалай жүреді. Бірақ солай неге жасауға болмады дейді ұлттық қордан. Сіз жауап бере аласыз ба? Жауап беруге болады. Бұл жерде мынандай деп мен есептеймін. Ол ұлттық банктың алтын резерв қорындағы алтын, ол қайта есептелген алтында. Ол бар ресми статистикада тұрған
ұлттық банктың қарамағында тұрған ұлттық алтын резерв қорында тұрған валюта, былай айтқанда алтын қоры. Ал бізде қаншама алтын қойнаулар бар, мысалға. Меніңше сұрақты солай қойған дұрыс та, мысалға. Кен орындары, алтын кен орындары, ол кімдерге тиесілі? Ол жақтағы алтындар қайда кетіп жатыр? Алтын бар, күміс бар, өзге де құнды валюталар, құнды металдар, өзімізде түрлі түсті металдар шығып жатқан. Олар қайда кетіп жатыр? Олардың иелері кімдер? Және оларға тиісті салықтар салынып жатыр ма? Ол мемлекеттік бюджетке кіріп жатыр ма? Меніңше осы сұрақтар әлдеқайда маңызды. Өткенде Маралдыда да біраз шу болып жатыр алтын төңірегінде. Шетелдік компаниялар келіп кіріп жатыр. Олар жарайды кірсе, инвестиция ретінде кірген шығар. Олар өздері сондай завод құрып сол жерде жұмыспен азаматтарды қамтамасыз етіп жатқан шығар. Бірақ та алып шығарып жатқан алтынның құны дұрыс есептеліп жатыр ма? Және соған сәйкес олар бюджетке салық төлеп жатыр ма? Міне осы сұрақтар өте маңызды деп ойлаймын. Бізде өте көп сұрақтар туындайды. Әлгінге дейін қаражаттарды әртүрлі схемалармен, әртүрлі жолдармен шетел асыру өте орын алып тұр, және тоқтап жатқан жоқ. Сондықтан да шелектің түбі тесік болса, онда ол жерде ешқашан да су жинақталмайды. Сол сияқты ғой. Бізде қазіргі жағдайда әлде де болса елден қашып жатқан, шығып жатқан қаражаттар көп. Өте көп мынау самұрық қазынаның төңірегінде де оған аудиторлық компанияда тісі батамайды. Оған жаңағы негізгі мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа байланысты күресетін агенттіктің де тісі баталмайды. Сонда ол самұрық қазына кімнің игілігі үшін жұмыс жасайды? Менің ойымша самұрық қазынаны тарқату керек та. Бүкіл жаңа ұлттық компанияларды тиісті министрліктерге беру керек. Әрине бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін. Министрліктер олар тиімсіз, неэффективный менеджер ғой деп. Бірақ та біз олай қадам жасайтын болсақ, оларды белгілі дәрежеде қадағалауға, реттеуге береміз. Ол жердегі жасалынып жатқан өте көп әртүрлі схемалар халықтың қызметіне кері әсерін тигізіп жатыр. Кешегіде ғана мынау Қазақстан темір жолының төңірегінде де үлкен шу болып жатыр. Олардың қарыздары бұрыннан ақ көрінген, негізінде өте көп қарыз болып жатқан. Және қарызы көп компаниялардың қатарында Бәйтерек холдингі де бар. Қарызы көп компаниялардың Қазмұнайгаз компаниясы да бар. Бәрі сол самұрық қазынаның астындағы. Бәрі самұрық қазынаның астындағы компаниялар. Ал неге олардың қарызы көбейіп жатыр? Олар шын мәнінде төлей ала ма? Ол қарызын егер өтей алмай қалса, егер де ол банкроттық жағдайға тап болса ертең, олар ұлттық компания болғандықтан ертең мемлекет те оған жауап береді. Мемлекетке ертең сұрау салады, қарызды берген елдер. Неге? Ол ұлттық компания болғандықтан. Сондықтан да бұның барлығының артында үлкен жауапкершілік тұр негізінде. Бірақ сол мемлекеттің тісі самұрық қазынаға батпай отыр. Және сол самұрық қазынаның косяктары деп айтайықшы, тырнақшаның ішінде, соған жауап береді. Мемлекет. Осы соңғы бір YouTube-та сұхбаттар шықты. Сонда Ерлан Атамқұлов біраз мәселенің шетін қайырған көрінеді. Ол тек қана бір КТЖ-ның қарамағында болатын дүние. Шын мәнінде сол алтын болсын, жер байлығы болсын, барлығының құны бізде басқалай бағаланады. Аз ақша, аз салық төлеу үшін. Сыртқа шығарады да, оны мүлдем басқа нарықта, басқа әлемдік нарықтағы бағада сатады. Бүкіл тиісті бағаның барлығын ана айырмада көріп отырған адамдар бар. Ал неге оның барлығы қадағаланбайды, оның барлығы көрілмейді? Меніңше осының бәрін қадағалау керек, реттеу керек. Сол кезде белгілі бір дәрежеде біз жаңағы түбі тесік шелектің түбін бітейміз. Және де болашақта ең болмаса сол қаражаттар ел игілігі үшін қызмет жасайтын болады. Сонда біз өзіміздің бюджетіміздің тапшылығын да жабудың мүмкіндіктері туындайды. Негізінен самұрық қазынаға әрине ол орталықтан басқарылуы, оның жаңағы мүмкіндіктерінің жоғары болуы, активтерді бір жерден реттеп басқарып отыру тиімділігі бар, бірақ егер олай деп біз жүре беретін болсақ және осындай болып жатқан заңсыздықтарға оны әшкерелемей оған бейжай қарайтын болсақ, онда біз Қазақстанның болашағына балта шауып жатырмыз деп есептеймін. Самұрық қазына мемлекет ішіндегі мемлекет деген енді ойлар айтылып қалып жатады. Онда сіз келісесіз ғой, бұл енді? Келсем. Негізінде қаңтар оқиғасынан кейін-ақ қатты батыл мәселелер қозғалған бұл төңіректе. Біз өзіміздің ойымызды айттық. Өйткені квази мемлекеттік сектордың қарызы көбінесе жасырынып қалатын, айтылмайтын. Даже ұлттық банктың есептерінде болсын, басқа үкіметтің ресми статистикаларында болсын, біздің сыртқы қарызымыз қазір $163 миллиард көлемінде деп айтылады. Соның ішінде
жеке сектордың қарызы бөлек айтылады. Жеке сектор деген ол жаңағы компаниялардың арасындағы қарыз деп айтамыз. Ең үлкен қарыз сол жақта 100 миллиард доллардан асады. Ал енді үкіметтің қарызы бөлек айтылады, ол 13,5 миллиард доллар деп көрсетіледі. Ал банктердің қарызы бөлек айтылады, ал тура квазимемлекеттік сектордың қарызын айтылмайды. Өзге де секторлар деп көрсетіп қояды. Өзге де секторлар 40 миллиард доллардан астам қарызды көрсетеді. Ал өзге де секторлар ол не? Оның ішіне не кіреді деп нақты сұраған кезде, оның ішінде квазимемлекеттік сектор отырады. Сол жаңағы КТЖ, сол жаңағы Қазақстан темір жолы бөлек, Қазмұнайгаз, сол Бәйтерек, соның қарамағындағы компаниялардың барлығы квазимемлекеттік сектор. Олардың қарызы сол пандемия кезінде 18 миллиард долларға шақталған. Сонда үкіметтің қарызын қараңыз, 13,5 миллиард доллар, ал мына жақта 18 миллиард доллар. Қазірде нақты ешкім айта алмайды оны. Нақты айтуға болады, бірақ сұрау керек оны. Тиісті органдар оған нақты есеп беріп отыру керек. Квазимемлекеттік сектор, соның ішінде әр ұлттық компанияның қарызы қанша? Және олар соны төлей алатын күйде ме? Осы мәселе өте маңызды деп ойлаймын. Сондықтан бұл сұрақтар жалпы жаңағы квазимемлекеттік сектор деп жасырынып келгендігін айтқым келеді. Ол ашық айтылу керек. Көп жерде көрсетілу керек. Ал енді сол қаңтар оқиғасынан кейін азаматтар қатты бір шу шығарып осы мәселені көтерген кезде, сол кезде Алмас Адам Сатқалиев деген ұлттық самұрық-қазынаның басшысы, біз жаңағы кадрларды 50%-ға дейін қысқартамыз самұрықта деп сөйтті. Негізі бас штабта отырған 250 адамның жартысын жұмыстан жіберді. Уақытша жіберді ма, қалай жіберді әйтеуір, сондай бір сөйтіп құтылып кеткендей да. Ал мәселе ол бас штабта емес қой. Мәселенің барлығы оның еншілес компаниялар, оның қарамағында саңырауқұлақтарша топырлап ашылған түрлі компаниялар, аты жоқ, заты бар, немесе заты жоқ тіпті. Өйткені сол жақтан практикадан өткен менің студенттерім де бар. Айтады, біз осындай бір самұрық-қазынаның компаниясының, еншілес бір компаниясынан өттік практиканы. Сонда айтады, біз 9-да жұмысқа барсақ, әлі ешкім жиналмаған, бәрі 10-дарға таман келеді. Сосын чай ішейік дейді. Сосын чай ішеді бәрі отырып. Сосын сағат 12-де енді обедке кеттік дейді. Сөйтіп 2-де келеді обедте. Содан кейін енді бірдеңе істейді деп істегендей болады. Сосын сағат 4:30-да кеш болды, енді пробка болмай үйге қайтайық дейді. Содан кейін бәріне қарасаң, жаңағы отбасымен бірге командировка пайдаланып, бүкіл жаңағы әлемді, Европаны шарлап демалып жүреді дейді. Сонда ол кәдімгі мемлекеттің қаражаты, мемлекеттік компанияның қаражаты. Ал енді осындай мамандар, еңбек өнімділігі өте төмен компаниялар жұмыс жасап жатқан кезде экономика қалай дамысын? Ешқалай дамымайды. Ол жердегі компаниялар жай ғана жаңағы ақшаны әйтеуір әртүрлі жолмен шетелге шығарудың немесе соны жеудің былай айтқан кезде жағдайлар үшін ғана жасалған. Есебі жоқ, не ақша сонда осы самұрық-қазынадағы? Ол қайдан келген ақша? Сондықтан бұл есебі жоқ болып кеткендей дәрежеде, меніңше ол сол оны бақылайтын ешкім жоқ, оған тіс бататын ешкім жоқ, содан кейін өзінің ойына келетін жасап отырған деп айтуға болады. Сондықтан да менің ойымша бұның барлығы бір жүйеге келтірілу керек. Жаңағындай түкке де пайдасы жоқ компания, сол мен бір мысал ретінде келтірген компания, оның орнына егер де бір іскер азамат өзі барып бір компания құратын болса, ол әлдеқайда еңбек өнімділігін жоғары көрсететін еді. Ол қоғамға көбірек пайда алып келетін еді. Ол жерде ең болмаса меритократиялық тұрғыда әрбір маман кадр өзінің күшімен барып оқып, үйреніп, дамитын еді. Жаңағы мен студенттерім дұрыс тәжірибе алатын еді, және жақсы маман болатын еді. Ал мынандай компаниялар, олар жай үрленіп отырған компаниялар, және де жаңадан туындайтын компанияларға болдырмай отырған компаниялар, өйткені бұлар мемлекеттен қаржылық қолдау алады, басқа алады. Бұлардың өнімі арзан бағада болып шығады. Мына жақтан бір компания шығып, қымбатырақ бағада шығарады, бәсекесі алмайды. Сөйтіп нарықтан кетіп қалып отырған жағдайлар бар. Сондықтан да бұл системаны түбімен, тамырымен қосып жою керек та. Нақты ойын ережесі қойылатын, нарықтық заңдар қойылатын жаңа орта түзілу керек, бәсекелестік орта түзілу керек. Сонда бізде жаңа байлар пайда болады, сонда бізде жаңа ұлттық буржуазия пайда болады. Нақты елге, қоғамға еңбек етемін дейтін мықты іскер азаматтар шығады. Олар бірінші кезекте жаңағы барып шетелге барып демалып келейін, жаңағы командировка ұлттық компанияның есебінен немесе бюджеттің есебінен деп отырмайды. Олар қайта елге қалай пайда берсем болады.
елдің экономикасының дамуына, жұмыспен қалай қамтамасыз етіп олардың ақысын өсірсем болады деген сондай бір миссиямен өмір сүреді. Ол қоғамның дамуына тиісінше үлкен пайдасын тигізетін болады. Түсінікті. Бұл енді жаңа алтынға қатысты қойған сұрақтан біз өйтіп кен байыту орындары дедік, сіздің самұрық қазынаға өтіп кеттік қой. Енді бұл да жақсы ақпарат екен, сіздің айтып отырғаныңызда. Ендеше біз қтж-ны айттық, оны да депутаттардың алдына келіп Әлихан Смайылов жайып салды енді ақпаратты, бірақ ол да бұрын бар екен бұл ақпарат негізі ашық дерек көздерінде. Жалпы қтж дегеніміз бұл бір ғана мысал екен ғой сонда, Бұның негіз, осы сияқты ұлттық компанияларда негізі жағдай осы қтж-ның әр жақ, бер жақ екен. Дұрыс түсініп отырмын ба? Дұрыс түсініп отырсыз. қтж оның бір ғана мысалы. Жақсы. Ендеше былай, долларды айтайықшы. Міне қазір халықты алаңдатып отырған мәселе осы. Доллар қымбаттап жатыр, теңге құнсызданып жатыр. Бірақ кейбір сарапшылар бар, жаздың соңғы айларына қарай теңге, яғни $1 500 теңгеге дейін барады дейді. Сіз не дейсіз сарапшы ретінде? Негізінде 500 теңгеге дейін бару керек. Және де ол бару мүмкін емес, бару керек. Бару керек те, жалпы егерде реалдық түрдегі теңгенің бағамына ешқандай ықпал етпесе, ол баяғыда 500 үстінде болатын жағдайда теңгеміз. Демек, қазіргі бағасы ол қолдан жасалынған баға деп айтуға болады. Әрине, енді ұлттық банк тарапы оны түсіндіреді, жаңағы біз еркін айналымдамыз, ол ешқандай бақылауда емес. Біз ешқандай интервенция жасап отырған жоқпыз деп айтады. Шын мәнінде интервенциялық статистиканы қарасаңыз, интервенция жасап жатқан жоқ ұлттық банк. Бір кездерде Ресей мен Украинаның арасында соғыс басталған кезде қатты бір 550-ге дейін бір өскенін бар емес пе? Сол кездерде интервенция жасалған еді. Мысалы, сол қатты қымбат болып баратқан кезде ұлттық банк өзінің алтын резерв қорынан долларларды шығарады да, арзанырақ бағада 500-ден сата бастайды. Өйткені баға қатты өсіп кетпеу керек. Мысалы, сонда ол қолмен жаңағы реттелді деген осы интервенция жасау. Ал қазіргі уақытта қарайтын болсақ, онда ештеңе жасап жатқан жоқпыз дейді. Бірақ қалай реттеліп солай. Ал реттеліп отыруының негізгі себебі бұл ұлттық қордың аударымдары. Ең көп ұлттық қордың аударымдары соңғы жылдарда біз өте көп аударып жатырмыз. Ол доллармен келеді ғой олар. Олар доллармен келетін қаражаттар. Демек, елде долларға тапшылық сомен оп-оңай сейіліп отыр деп айтуға болады. Бұл бір. Екінші, мысалға, ковидтің кезінің өзінде біз 4,6 триллион теңге аудардық. Теңгемен шаққанда, ол доллармен келді. Сонда 10 миллиард доллардан астам қаражат біз алдық та, былай айтқанда, кіргізіп отырмыз елге. Былай айтқанда тапшылық, егер ол келмейтін болса, ол қаражат уже жоқ, ол бір тапшылыққа ұшырайтын еді. Демек, нарықтық доллардың құны шыға келетін еді. Ол қаражат былай келеді. Одан бері қарай да қарасаңыз, жыл сайын ұлттық қордан аударымдар. Бірінші кезекте міндетті аударымдар бар, одан кейін мақсатты аударымдар деп тағы да аударып жатыр. Міндетті аударымдарды ол бюджетті, 3 жылдық бюджетті бекіткен кезде депутаттардың алдында бәрі дауысқа салып бекітеді. Одан кейін бөлек мақсатты аударымдар деген бар. Үкімет ол депутаттардан да сұрамайды, өздеріне керек деп президентке кіргізеді да, президент қолымен аударда береді. Сонымен бұл қаражаттың көлемі өте үлкен. Шындап келетін болсақ, өткен жылы 5 триллион теңгеден асып кетті. Сонда өткен жылы экономикалық өсім бар кез, дағдарыс жоқ кез, ешқандай ковид ештеңе жоқ. Халық жұмыссыз қатты болып 2,5 үйде отырған жоқ. Ковидтің кезінде 4,6 триллион теңге аударылды. Өткен жылы 5,3 триллион теңге аударылды. Демек, неге олай болады? Не үшін соншама көп аударып отырмыз? Бұның барлығы сол ұлттық қордан өте көп қол сұғып жатқандығының көрінісі. Тура солай өткен жылы Қазмұнайгаздың акцияларын сатып алды. Ұлттық қордың ақшасын сөйтіп алып келді. Және де ұлттық қордың ақшасына барып Қазмұнайгаздың акцияларын біз алайықшы деп барып депутаттардан, халықтың сіздер сенің өкілдерісіздер ғой деп ешкім сұраған жоқ. Барлығы былай айтқан кезде өздерінің үкіметтің мен қалай білсем солай шешем деген жағдайымен шешіліп жатыр. Биыл тағы да тура солай тағы бір ұлттық компанияны қолдау үшін ұлттық қордан ақша алайын деп отыр. Сондықтан бұның барлығы көріп отырсаңыз ұлттық қордан ақша аударып келіп жатыр. Ал енді сол қаражат келгеннен кейін ол сол долларларға осы жерден теңге сатып алынады. Теңгеге деген сұраныс артады автоматты түрде бұл қолмен.
Ал теңге көбірек сатып алынып жатқаннан кейін теңгенің құны құндырақ болып тұрады. Демек, өткен уақыттардағы теңгеміздің 440 болып, сондай бір күшті болып көрініс тауып отырғандығы, ол ұлттық қордан өте көп ақша аударылды деген сөз. Кеше ғана ұлттық банктың өкілі сөз сөйледі, сонда айтып отыр, біз осы жылы 3,6 триллион теңге ұлттық қордан аударуымыз керек болған, оның 70%-ын алдағы бір кварталдағы аударып тастадық дейді, мамырға дейін. 70%-ын. Демек, олар ешқандай интервенция жасаудың да қажет жоқ, жасап жатқан жоқ. Олар ұлттық қордан долларларды алып келді, осы жерден оны теңге сатып алып, теңгені күшейтіп жатыр да. Мінекей 70% уже келді, ал өткен маусым айында ол бірден 2 есеге түсті дейді. Мысалға 800 миллион доллардан аударылып отса, ай сайын, енді 400 миллион доллар аударылды дейді. Автоматты түрде теңгені сатып алу үлесі де азайды. Бірден жаңағы теңгеміз әлсіреп шыға келді. Демек, осылай қолдан ұсталынып отыр деп айтуға негіз бар. Бұл негізгі себебі осы. Одан бөлек, Мәскеу биржасында болып жатқан жағдай, теңгеміздің жаңағы ол тіке әсерін тигізіп жатқан жоқ, бірақ жаңағы инфошум дейді ғой, жаңағы халықты дақпырт, ойбай болды, енді Мәскеу биржасында доллар мен евро сатылмайды екен, енді бітті, ол ұшады деген сияқты. Ол сол спекулянттардың сол ақпаратты пайдалану арқылы халыққа сондай дүрбелең салу. Халық жүгіреді жаңағы айырбастау пункттеріне. Енді болды, теңгеміз точно 500-ден асады, ойбай деп, бәрі барып сатып ала бастайды. Сондықтан осындай қадамдар халықтың арасында сондай шу туғызады, нетеді. Бірақ бір мәселе бар, негізінде ұлттық банк ақыры реттеп отыр екен, неге енді оны жіберіп жатыр да? 440-тан бірден 480-ге дейін кетті да, 10%-ға құнсызданып кетті теңгеміз. Не үшін? Интервенцияңыз бар, былтыр мысалға алтын саттыңыз, енді алтын резерв қорыңызда долларлар жеткілікті, кішкене интервенция жасап тұрақтатпадыңыз ба? Неге соншалықты қатты өсіру? Жарайды 450-455-ке ары қарай апарып қойыңыз. Бұл кері әсер тигізіп жатыр біздің іскерлік ортаға, кәсіпкерлерге. Әрине, бірінші кезекте алып сатарлар деп айтамыз, коммерциялық тұрғыда Қытайдан тауар алып келеді, осында сатады. Ол азаматтар, былай айтқанда, долларға тәуелді. Доллар ойнап кетсе, бітті, олардың тауарлары, келіскен контрактылары басқа сомада, мынаяқтан басқалай келіп жатыр. Олар шығында қазіргі уақытта. Ал тек қана олар ғана емес қой. Бізде өзімізде өндіріспен айналысатын азаматтар да шикізаттарын шеттен алып келеді көбірек. Қазақстанда ондай көбінесе керекті шикізатты таба алмайды. Сондықтан шикізаттың өзі қымбат болып келгеннен кейін олар амал жоқ, мынау шығарып отырған өнімнің бағасын енді өсіру керек болады. Ол өзімізде шығарып отырған киім-кешек өнімі болсын, өзімізде шығарып отырған жаңағы аяқ киім өндірісі болсын, басқалар болсын, олар да қиындыққа тап болады, өйткені олар шикізатты шеттен алып келеді. Сондықтан бұл жерде қазір кәсіпкерлер қатты зардап шегіп отыр. Неге оларды өйту керек? Бұл жерде тағы да соңында енді біз зардап шегеміз. Зардап шегіп отырған халық. Сонда төлейтін халықта мәселені алып келгенде. Бюджеттің тапшылығы болып тұр деп айтады. Бюджеттің демек қазір мұнай бағасы қалыпты, көбірек мұнай сатылып жатыр. Ал енді теңгеміз сәл әлсірек болып тұрса, әлсіздеу болып тұрса, онда бюджетке кірістілік те артады. Сондықтан да үкімет үшін бұл қолайлы баға болып тұр қазіргі уақытта. Сондықтан да сол себепті олар теңгені тұрақтандыруға шын ниетпен қатты кірісіп жатқан. Егер кірсем десе, оп-оңай оны реттей салуға болады. 450-440 қалай болса да. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде халықты егер ойлайтын болсақ, қазір кәсіпкерлерді қатты шығынға батырудың қажеті жоқ. Егер кәсіпкерлер қатты шығынға батса, онда олар сол шығынның бәрін үлкен тәуекелдік, өздерінің тәуекел риск менеджмент дейді, сол жерде есептеулерінде барлық осы жоғалтуларды ертең тауарлардың бағасына кіргізеді. Ол тағы қосымша инфляцияға келеді. Былай айтқанда ол халық бұл жерден ұтылып жатыр да, түптеп келген кезде. Сондықтан ақша несие саясаты бізде елімізде дұрыс жүру керек. Одан бөлек жаңағы мемлекеттің өзінің қаржы саясаты, бюджет салық саясаты бар жүргізіп жатқан. Ол да дұрыс болу керек. Сол. Демек, осындай олқылықтар, негізгі себептер қазіргі уақытта экономикамыздың былай айтқанда дамуына тежегіш күш болып тұр деп айтуға негіз бар. Түсінікті, бәрі бір-бірімен байланысты және де, Енді осы доллардың тақырыбын да аяқтайықшы мұнамен. Мысалы, доллардан бас тарту керек дейді кейбір сарапшылар. Бұлай екен, Американың ішкі жалпы өнімі 21 триллион доллар дейді.
Қазақстандікі 260 миллиард доллар. Яғни 1% па? 21 триллион болса 260 миллиард. 1%-тің айналасы сияқты, енді білмеймін, менің есебім дұрыс па жоқ па. Ендеше мына доллардың теңгеге әсерінен, ықпалынан, арылу керек сияқты. Өйткені біздің жалпы ішкі өніміміз мардымсыз ғой Американың жанында. Ендеше ол ықпалдан арылу керек. Бірақ доллардан қатты енді бас тартпасақ та, долларды шектеп тастамасақ та, соның бір әсерін, ықпалын азайтуға келе ме? Келеді. Қазірдің өзінде осы әлем елдері доллардан ақырын бас тартып жатқан жағдайы бар. Қазір Американың долларының күші тек НАТО-ның күшімен тұр деп айтуға болады. Әскери күшпен тұр. НАТО тұрғаннан өмір сүріп жатса, демек әлі Американың доллары өмір сүріп жатыр деген сөз. НАТО бүгін ертең жоқ болды дегенге ешкім сене қоймайды. Сондықтан да доллардың күні қараң әртүрлі деген сияқты сөздер көп. Оны Американың өзінің ғалымдары да сөйтіп айтады. Мінекей аз қалды деп, өйткені өте көп көлемде әлемге тарқап кеткен. Сондықтан бұл жерде енді алдағы уақытта қалай орын алуы мүмкін деген сұрақ. Қазір Еуропа бас тартты, өздерінің евроларын шығарды. Олар 70 жылдардың өзінде уже SDR дейтін электронды расчетный счет шығарған, өздерінің арасында SDR-мен есептесе береді. Сосын барып ақырын мінекей осы доллардан бас тарту Қытайға келіп жатыр, Ресей де ақырын бүкіл Еуразия континентіне, сонда Африка елдері ғана қалып тұр, былай қарасаңыз. Және де ең қызығы, өткен жылдарда Путин мынандай сөз айтқан, жаңағы мен газым керек па сендер, рубльге алыңдар. Керек болмаса, әйтпесе мен сендерге сатпаймын дегендей. Оған бірақ ешкім ешқандай мән берген жоқ, Путин сөйлей береді дегендей. Бірақ та Қытай тұрды да Сауд Арабиясының мұнайын юаньға сатып алды. Сол кезде Вашингтонның жаңағы шашы тік тұрды. Кәдімгідей, өйткені ол кәдімгідей, енді Сауд Арабиясында да келісім болған, 2024 жылға дейін доллармен сатамыз деген. Ал енді өздері біледі қандай валютада сатады. Енді сондай шешімге өтіп отыр. Демек, ақырын әлемде доллардың қолданыс аясы азая бастады деген мәселе бар. Сондықтан да бізде бүкіл резервтерімізді доллармен сақтау да қауіпті. Егер доллар күйіп кететін болса, онда резервке өте кері әсерін тигізеді. Сондықтан үнемі жаңағы балама болу керек, алтын болу керек. Алтын резерв қорында көбірек алтын үлесі көп болса, ол да жақсы деген сол. Одан бөлек жаңағы өзге де әлемнің резервті валюталары бар. Доллар егер күйетін болса, орын басады деген 5 валюта бар. Ол енді евро, ол Швейцарияның франксы, ол Британияның фунт стерлингісі, ол Жапонияның иенасы және Қытайдың юані қосылған. Және Қытайдың юанінің амбициясы өте жоғары. Олар енді цифрлық юаньді де қосты. Жаңа әлемде бүкіл сауда саттықты юаньмен жасаймыз деген өздерінің кәдімгідей жоспарлары бар. Бағдарламалар қабылдап тастады. Әлемде бұрында сол долларды резервті түрде қамтамасыз етіп тұру үшін халықаралық валюталық қор құрылған болатын, кейін дүниежүзілік банк құрылған, сондай институттар соның баламаларын өздері де құрып, жаңағы Азия даму банкі деген сияқты банктерін құрып, олар қадам жасап жатыр. Жақсы, енді осы жерде менің жауапсыз қалған сұрағым, сол сарапшылардың айтқан орынды сияқты, яғни ұлттық қордың доллармен сақталған анау қаржысына жаңағы 120 тонна алтынды сатып, мысалы сол 7 миллиард долларды кіргізу ойы орынды сияқты, өміршеңдік қалай айтады? Жаны бар. Жаны бар. Енді ол жерде мысалға сол алтын қорында мысалға маңыздылығы рөлі жоғары. Одан бөлек әрине жаңағындай өзге де әлемдік валюталарда да қор болғаны дұрыс та. Сонда сіз әрқашан өзіңіздің қаражаттарыңызды реттей аласыз. Және де оның бәрін долларды ұстамай, негізінде әлемдегі мысалға бірінші кезекте тұрған қазір әлемнің нөмір 1 қор деп айтамыз, ол Норвегияның ұлттық қоры. Ол жерде 1 триллион 300 миллиард доллардан асып кетті қазір жинағы. Және де оның кірістілігі егер 10% кірістілік келсе, жылына 130 миллиард доллар Норвегия еліне айтқанда сый-сияпат ретінде келіп тұр деген сөз. Ал неғұрлым жай ғана 6 миллионнан астам ғана халық ол үшін ол тегін медицина, тегін білім, барлық мүмкін жағдайлар, өмір сүру сапасы өте жоғары, өте бай ел болып табылады. Сондықтан да менің ойымша осындай ол қалай күн көріп тұр деген сөз. Демек, олар тек қана алтында ұстап отырған жоқ, олар тек қана
долларда ұстап отырған жоқ. Олар әлемдік ірі компаниялардың акцияларын, өндірісі, экономикасы қуатты елдердің компанияларының жаңағы облигациялар мен акцияларына да салу арқылы түрлендіріп отыр. Сондай жағдайлар біз үшін де өте маңызды. Сол үшін осы ұлттық банктегі осы дәл осы ұлттық қормен айналысатын бөлімде халықаралық сертификациясы бар өте білікті қаржыгерлердің де болуы маңызды. Одан бөлек біздің өзіміздің қазақтың жастарында соны оқытып, сондай мықты білікті профессионал кадрларды сол жерде дайындауымыз керекпіз деп ойлаймын. Өйткені олар сол ұлттық қор деп айтамыз, ол келешек ұрпақ қоры деген функциясы бар, міндеті бар, жалпы атқаратын. Сол міндетті дұрыс атқару үшін. Түсінікті. Енді халыққа жақындатып айтсақ, бүгінгі тақырыпты жақындататын болсақ, халық қазір банктердің алдында қарыз, яғни кредит мәселесі. Енді былай екен, борыштық жүктемені азайту үшін дейді жұбайының келісімін алу ұсынылады екен, Бұған жалпы қалай қарайсыз? Өйткені әлемнің дамыған елдерінде мұндай механизм жоқ дейді. Енді оны мен өз басым білмеймін, басқа елдерде қалай екен. Сіз не дейсіз? Менің ойымша, бұл талап біздегі отбасы институтының дәрежесінің әбден төмен түскендігі деп ойлаймын да. Бізде ажырасу да көбейіп кетті, ол бойынша да рекорд жаңартып тұрмыз әлем бойынша. Бәлкім содан шығар. Бір-біріне деген сенім тіпті отбасының өзінде де қалмаған да. Және де ондай фактілер көп орын алған да екен де. Жаңағы күйеуіне айтпай, несие алып тастау, немесе жарына айтпай, өз бетінше шешім қабылдау, тиісінше кейін әбден үлкен қарыздар отбасында үлкен жүк болып, солың түбі ажырасуға да алып келіп жатқан жағдайлар бар. Сондықтан да мүмкін бәлкім ондай қойып отырған талаптың да белгілі орны көрінетін шығар, менің ойымша. Бірақ әрине сенім болуға жетпейді ғой бәрібір. Бірақ енді сондай жағдайлардың орын алғаны үшін деп осындай шешім қабылдап отыр қазір бізде. Осындай шектеу деп те айтуға болатын шығар бұны, Жақсы, енді мына нені айтыңызшы, 25 жылдың қаңтарынан бастап ақылы жолдардың құны 2 есеге дейін артады дейді. Яғни құнның күрт өсуіне не түрткі болды? Бірінші сұрақ, өйткені халық өз қалтасынан жолға осылай ақша төлейтін болса, мүмкін ол кезде мынау көлікке деген салықты алып тастау мәселесін көтеру керек шығар. Не түрткі болды осылай 2 есе көтеруге? Дұрыс, енді сұрағыңыз орынды. Енді ақылы жолдардың өзі әлемдік тәжірибеде бар практика. Дұрыс бағаланады. Ал енді оның бағасы қандай болу керек деген осы мәселе үлкен жаңағы дискуссияны тудыру керек, менің ойымша. Жаңағыдай ашық есеп, мысалы, есеп қисабы болса. Ашық есеп қисап болу керек. Не үшін оны қатты өсіріп отырғанның нақты негіздемесі болу керек. Одан кейін менің ойымша қарапайым халық үшін және сол жерде мекенде өмір сүретін азаматтар үшін, сол жолда күнде жүретін азаматтар үшін үлкен жеңілдіктерді де қарастыру керек та. Меніңше ол өте тиын сияқты болу керек. Ал енді ол ақылы жол негізінен оны тұтынатын шетелдіктер, сол елден өтіп бара жатқан жаңағы үлкен фуралар, басқалар, солар үшін салынатын салық болу керек. Онда да ол қазіргі уақытта Қазақстан жағдайында өте жоғары болмау керек. Неге? Өйткені егер де ол өте жоғары болатын болса, онда тауар тасымалдаудың құны артады да, жалпы Қазақстанның жолдары арқылы тауарды жеткізу тиімсіз болады. Сондықтан да жылдамдылық жағынан біз жаңағы 9 күнде Қытайдың тауарын Еуропаға жеткізудің мүмкіндіктерін қазір осы Батыс Қытай, Батыс Еуропа дәлізі береді деп айтып жатыр да. Ал егер де оны Қытай жаңа мұхит асырып жіберетін болса, ол 1 ай шамасында барады. Ал бұл 9-10 күнде барса 3 есе өте тиімді, уақыт жағынан жылдам ұтып жатыр деп. Бірақ екінші жағы бар, ол жаңағы қымбат болмау керек. Тарифтер егер қымбат болып жататын болса, қазір Қытайда ақымақ емес, олар Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстанды айналып өтетін темір жол салып жатыр да. Темір жолдың әлдеқайда арзан түсетіні түсінікті. Олар сөйтіп Каспийға жеткізіп, ары қарай да жеткізудің ойларын ойластырған. Сондықтан да бұл автокөлік жолы өте тиімді, әрине жылдам деп айтқанмен, екінші жағынан ол қымбатта болмау керек. Осы мәселелер өте маңызды логистикалық үшін. Өйткені егер де біз менің ойымша бүкіл әлем, Қытай болсын, Еуропа болсын, осы Қазақстанның кең даласынан тауар тасып өтуге мейлінше ыңғайлы, оңай жағдайлар жасалыну керек. Мейлі мүмкін басында біз шығынға да баруымыз мүмкін. Бірақ болашақта егер сол тізбек
ұлы жібек жолы сияқты қалыптасса, ол мыңдаған жылдарға, енді мыңдаған болмаса да жүздеген жылдарға біздің ұрпақты асырауға, одан ары елімізді дамытуға үлкен себептік жолдар жасаймыз. Сондықтан да оны қазір біз пайдасын ойлап құнығып оны жоғалтқаннан ешқандай ештеңе ұтпаймыз. Қайта керісінше мейлінше ыңғайлы жағдайлар жасалуы керек. Жақсы, енді бізде бар ғой ақылы жолдар. Менің мысалы көңілім қалғаны, сонда жұмсалып жатқан ақшаны мына министрліктерде талай айтты, сол жолды күтіп ұстауға жұмсалады деді. Бірақ сол автобандарымыздың өзі қазір Павлодар мен екі ортада жиі қатынаймын. Шұрық тесік мысалы, ақшасын төлеп жатырмыз. Көрдіңіз ба? Ол енді ғана қолданысқа берілген жол. Сонда осылай басқара алмай отырып, енді оның үстіне екі есе қылып көтеріліп жатса, сонда бұл жерде енді жалпы қымбаттату емес, керісінше бір тиімді басқару жағын, ақшаны тиімді жұмсау жағын көтеру керек сияқты. Бұл менің ойым. Дұрыс келісем. Жақсы. Енді бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі қос ипотека механизмін енгізуді ұсыныпты. Бұл жерде дейді, қарыздың бір бөлігін мемлекет әлеуметтік санатқа кіретін адамға бастапқы жарна ретінде береді екен. Қарыздың екінші бөлігін екінші деңгейлі банк береді екен. Ондай естуіңіз бар ма? Иә, бұл айтылған болатын жоба ретінде естігем. Енді бәрібір енді бұндай жобалар тек әлеуметтік осал топтар үшін жасалынады деп ойлаймын өз басым. Иә, дұрыс. Және де сол бағытта ол өзін өзі ақтайды да. Негізінде ол арнайы әлеуметтік осал топ үшін ондай жобалар керек. Демек, белгілі бір дәрежеде мемлекет үлкен шығынды өзінің мойнына алып отыр деген сөз. Банктер ол жерден түк ұтылмайды. Банктер мемлекеттен жарты пайдан алады, жарты пайдан тұтынушыдан алады да өздерінің табысын көріп отыра береді. Бірақ ондай жобалар әлеуметтік осал топ үшін өте маңызды, өйткені жоғары пайыздарды төлеу, қазіргі уақытта егер ипотеканы қарасаңыз, кем дегенде 18%-дан басталады, кете береді шарықтап. Арнайы бағдарламаларға түсу өте қиын, өйткені ондай бағдарламалардың саны шектеулі, және де мысалға әр қалада Алматы жастары, Астана жастары деп мысалы ондай бағдарламалар да бар. Ол жерден алам десе де, ол 1000 адам, 2000 адам деп шектейді. Мысалы, одан артық адамдар оған мүмкіндік жоқ. Сондай бағдарламалар оның үшін 7-20-25 деген тәуір бағдарлама болған, бірақ соңғы уақыттарда ол да белгілі бір лимиттер мен шектеулер болып жатыр. Ондай кездерде әрине халық басқа қалай үй алады деген сұрақ қой. Сондықтан да бірінші кезекте әлеуметтік осал топтардың жағдайын осылай шешуге үлес қосып жатса, бірінші дұрыс деп есептеймін. Енді оның көлемі маңызды. Қанша халыққа ол бағытталады, қанша адам мәселесін шеше алады бұл мәселе. Осы маңызды, және де ол сандық шектеу болғаннан кейін тағы да сыбайлас жемқорлық туғызуы мүмкін. Өйткені жаңағы көптеген бағдарламаларда ол айқын көрініс тапты. Ол 1000 адамның ішінен табылу үшін адамдар ортаға тамыр танысын салады, басқасын салады. Сосын шапкасын да берем, 10%-ын берем, 15%-ын берем деген әңгімеге келеді. Сондықтан да ол мәселені шешпейді. Менің көбінесе көріп отырғандығым, бұл ақша несие саясатында үлкен өзгерістер болу керек, түбегейлі өзгерістер болу керек. Ол бірінші кезекте ақша несие саясатына дейін еліміздегі өнеркәсіп саясаты дұрыс жүру керек. Ол индустрия министрлігі, қазір енді индустрия министрлігі елге инвестиция тартып жатырмыз, елде автоөндірісті дамытып жатырмыз, бүйтіп жатырмыз, сөйтіп жатырмыз деп айтады. Бірақ та индустрия министрлігінің өзінен болған кездесулеріміз сонда айтқам. Сіздер нақты тізім маған көрсетіңіздерші, сіздер қай саланы дамытуды көздейсіздер? Қай салаларға басымдық беруді көздейсіздер? Өйткені кейбір салаларға ақша құюдың ешқандай мағынасы жоқ. Өйткені 5-6 жылдан кейін ол сала тауарлар Қытайдан былай келеді, ол сала жабылады. Оған қазір ақша құйғаннан ол шөл далаға барып су құйып жатқанмен тең. Қайта керісінше басымдық беретін салалар бар. Және біз ол тауарларды Қытайдың өзіне сата аламыз, Орта Азияға, Индияға сата аламыз, халқы көп өңірлерге. Сол тауарларды өндірейік, сол тауарлардың өндірісін елімізде дамытайық. Сол тауарлардың жаңа қорғанысын қазір жасайық, және соған ақша құяйық. Бірақ 3-4 жылдан кейін ол тұтастай елдің дамуына үлес қосады. Өйткені сол тауарды біз әлемге сата бастаймыз. Осы мәселелер өте маңызды болып отыр. Егер де осындай тауарлар өзіміздің елімізде шығатын болса, көбірек өзіміз өндіріс белгілі дәрежеде дұрыс жолға қойылады. Тиісінше бұл елдегі инфляцияның тұрақтануына септігін тигізеді. Ол жағдай бізде ақша несие саясатында үлкен өзгерістерге алып келеді. Қазір базалық пайыздық мөлшерлеме 14,5% болып тұр.
14,5% ол өте жоғары. Қазір тағы ақырын түсіру мүмкін дейді, бірақ ол түсіп тұрған жоқ. Ал осындай, демек еліміздегі ақшаның құнын көрсетеді деген сөз, осы 14,5%. Еліміздегі ең арзан пайыз осымен беріледі. Банктерге ақша керек болса, олар бір-бірінен несие алса, осындай пайызбен алады. Сосын оны халыққа беру керек. Ипотекалық несие ретінде, тұтынушылық несие ретінде. Сол жерде олар соны 3 есе ұлғайтады, өздерінің рисктарын қосады, жұмысшыларымыз үшін айлық алу керекпіз, тағы бірдеңке өзіміз табыс табу керекпіз деген мәселемен ол пайызды өсіреді. Ал енді ол жерде пайыздың жоғарғы шегі 56% ретінде бекітілген. Мысалға, жылдық тиімді пайыздық мөлшерлеме 56%-ға дейін екінші деңгейлі банктер пайыз қойылады жылына. Ол деген сөз миллион теңге берсе, 50%-бен берген күннің өзінде 3 жылға берсе шартты түрде 1,5 миллион теңге үстінен қайтару керек болады. Сонда миллион теңге алды, үстінен тағы 1,5 миллион теңге берді деген. Қазір ондай несие ол халыққа өте кері әсерін тигізіп жатыр. Соның әсерінен бізде халқымыз кәдімгідей қарыздың шырмауына батып кетті. Сондықтан менің ойымша ондай жоғары пайыздарды кесу керек, түсіру керек барынша. Бірінші кезекте оны қазір 44%-ға дейін түсіреміз деп айтып жатыр. Жақсы, 44%-ды қабылдайық. Оны бекітіп алғаннан кейін ары қарай жүру керек та. Меніңше ол тағы да 36%-ға, одан кейін 30%-ға төмендету керек деп есептеймін. Одан банктер ешқандай ұтылмайды. Ол тіпті 30% өзі қойылса, мына жақта 14%, ол осы аралықта да өздерінде тиісті пайданы таба береді. Бірақ біз жаңа банктердің қатты пайдаға ұмтылуына осы жерде шектеу қоя аламыз. Екінші мәселе, әрине ол жерде банктың лоббиі де қызмет жасайды. Бұндай заңдарды қабылдатпауы да мүмкін. Өйткені қазіргі қабылданып жатқан заңдар банктерге кері әсерін тигізіп жатыр. Ол мысалы банкроттық туралы заң болсын қабылданған. Одан кейін қазір тағы шешім қабылдады. Жаңа шыққан несие туралы заңда енді 2025 жылға дейін тыйым салынды. Олар бірден коллекторлық ұйымдарға бермесін деген. Осы проблемалық несие болды ма, 90 күннен асып жатыр ма, ол банктың балансында тұрады. Демек, банктың бүкіл активтерін жағдайын құртады деген сөз. Банктер бұрын 90 күннен асса болды, оның балансынан шығарып тастау үшін бірден коллектор ұйымға өткізіп жіберетін да, ары қарай басын қатырмаймын дейді. Қазір енді ол тұрады. Демек, банк енді сонымен күресу керек болады. Ол деген сөз, сіз егер 90 күннен асып бара жатыр ма, себепті ма, сіз табысыңыз ортайып қалды немесе табысыңыз уақытша жұмыссыз болып қалдыңыз, бірден банкке барып айта аласыз. Мен 90 күннен асып кетті, банктың өзінің менеджермен сөйлесесіз. Маған сіз осы несиені каникул жасап беріңіз, өйткені мен табыссыз қалдым. Немесе жаңа кесте құрайық, өйткені мен төлей алмай жатырмын. Төлеуге қашпаймын, уақытын ұзартайық, пайызын түсірейік, төлем көлемін азайтайық деген сияқты келісімдерге баруға болады. Коллекторлық ұйымдармен ондай қиын бармайсың. Коллекторлық ұйымдар олар таза өзі сол ақшаны өндіріп. Қазір заңда бар осы сіз айтып отқан дүниелер. Осы қазіргі заң, жаңағы ерлі-зайыпты бір-біріне рұқсат алсын дегенді қосып жатыр, және осыны қосып жатыр. Одан бөлек тағы да банк омбудсменінің қызметін, лауазымын ұлғайтып жатыр. Сында болып жатыр, енді банк омбудсменінің қаржы институттарын өздері тағайындайды ғой. Енді олар кімнің мүддесін қорғайды, әрине банктың мүддесін қорғайды деген. Бірақ бір мәселе бар, әйтеуір азаматтар бір адамға жүгіне алатын болды да, енді сұрайды да, сен омбудсменсің ба, енді мен құқығымды қорғашы, мен мына жақта зардап шегіп тұрмын, не істесем болады дегендей. Олардың ішінен де жаңағы адамгершілігі бар адамдар пайда болу керек деп мен өзім ойлаймын. Және банк омбудсмені бұрында тек ипотекалық несиелерде ғана өзінің үлесін қосатын қызметін, қазір тұтынушылық несиеге де қосып жатыр. Сонымен қатар микроқаржы ұйымдарында да онлайн займыр басқадан зардап шексе, сіз сол омбудсменді тауып алып, маған көмектес десеңіз, ол көмектесу керек күш. Осындай бір адамдар пайда болып жатыр. Енді олардың қызметі егер дұрыс жасалынса, түбінде тұтынушы үшін бір шешім табуға көмектеседі деп айтуға негіз бар. Әрине, банкроттық туралы заң көп нәрсені шешіп жатқан жоқ. Әлде де көптеген мәселелер бар. Жаңағы қайнап тұр ғой, енді бұрыннан жиналған қоғамда мәселе бар. Қарыздың жаңағы қамыты, пайыздары көп болғаннан кейін азаматтарда ашу бар. Ол қайнап тұрған жаңағы не сияқты, су сияқты. Үстінде қатпақ деген атылайын деп тұр. Ал жаңағы банк заң қабылданған банкроттық туралы ол бір кішкентай тесігі бар да, сол жақтан шығып тұрғандай да, оның қақпақтың аузын ашып қою керек дегендей мәселелер бар. Демек, бұл салада қазір үлкен мәселелерді реттеу керек деп ойлаймын. Әлде алдағы уақытта да
халықтың мүддесі үшін. Ал ол бірінші кезекте жаңағы пайызды түсірумен жүзеге асады. Екінші кезекте жаңа базалық пайыз деп айттық, 14%. Ертең инфляцияны, ұлттық банктың инфляциялық таргеттеу деген саясаты бар, дұрыс саясат ол. Және ол жүзеге асса екен деген ниеттемін. Егер де ол жүзеге асатын болса, онда 5%-ық инфляция болады елімізде. Тұрақты 5%-ық инфляция болып тұрса, онда базалық пайыздық мөлшерлеме 7% болуы мүмкін, шамамен. 7% болса, онда уже 8%, 9%-дық ипотекалық несиелер кез келген банкте болады, доступны болады. Онда арнайы программа керек емес мемлекетке. Жаңағы 1000 адамды бүйтіп қамтамасыз етемін, бүйтіп қамтамасыз етемін дегендей. Мемлекет оданша халықты баспанамен қамтамасыз ету үшін қазір міне кейін су тасқыны болды ғой, су тасқыны болып қаншама адамдар баспанасыз қалды. Енді бір орай келіп тұр да, мемлекет егер халқын ойласа, елін ойласа, ұлттық бағдарлама қабылдап, бүкіл халық, әр адам, әрбір қазақ үйлі болу керек деген бір үлкен лозунгты қойып, американдық арман сияқты әрбір азаматқа, әрбір қазаққа үй салып береміз, сапалы үй болады деп, сондай бағдарламаны бастап кету керек. Осы жерде көптеген құрылыс компанияларының тіркелуіне, олардың лицензия алуына, олардың жұмыс жасауына мүмкіндіктер берсе, мүмкін олардың ішінде кейбіреулер банкрот болар, бірақ оған да резервтер қойып, арнайы осы процессті дұрыс ұйымдастырса, онда бізде баспанасыз жүрген азаматтар баспаналы бола бастайды. Олардың өзіндік құнын жаңағыдай сол жердегі болатын бюрократиялық кедергілерді жойса, барлық процессті реттесе, ол жаққа жаңа компанияның кіруіне ыңғайлы жағдайлар жасаса, өзімізде көбірек құрылыс материалдары өндірісі жолға қойса, онда біз тұтастай халқымызды баспанамен қамтамасыз етуге мүмкіндіктер туады. Осындай бір бағдарламаны қазір бастап кетудің бір жолы туып тұр. Осындай бір бағдарлама бізге қазір керек. Сонда көп құрылыс, қазір 15 миллион шаршы метр деген, 17 миллион шаршы метр деген жылына рекорд болып тұрса, ол екі еселенуі мүмкін да, әбден. Ондай жағдайда біз халқымызды көптеп тұрғын үймен қамтамасыз ете аламыз. Көп құрылыс болса, тиісінше ол жерде көп құрылыс компаниялары болса, олар әрбір тұтынушы үшін күреседі, бағалары да реттеледі. Ал мына жақтан жаңағы несиенің пайыздары түсіп жатса, онда әрбір азық ақырын үйлі бола бастайды. Меніңше ақша несие саясатындағы жалпы мемлекеттік бағыттағы саясат тура осылай жүру керек деп есептеймін. Сіз енді басқа Қазақстанды айтып кеттіңіз ғой жаңа, мен соны көз алдыма елестетіп әлі сене алмай отырмын. Мүмкін деп ойлайсыз ба осы дүние? Ол мүмкін, оны жасау керек. Неше жылда? Әлде қазір-ақ жасап жүруге бола ма? 2-3 жыл ғой ары кеткенде. Жасауға болады. Тек қана сол ниет керек. Ниет керек. Және соны жасайтын, елі үшін қызмет жасағысы келетін азаматтар керек. Бізде үкіметтегі көп сынап жатамыз. Әрине, ол жақта елін ойламайды деп толық айта болмас. Мүмкін ішінде білікті де, мықты, жалынды, ері-жігері бар азаматтар бар. Бірақ ол азаматтардың саны аз. Мен ойымша, үкіметте үлкен өзгерістер керек. Ол жақтағы азаматтардың 80% ауысу керек. Дұрыс, енді сұрақтан сұрақ туындайды ғой. Мен тұтас сұхбаттан сіздің ойыңызды жалпы түсініп отырмын. Бірақ осы сұрақты қояйын, сонымен қорытындылайық, нақты жауап беріңіз онда. Қазақстан Республикасының үкіметінің экономикалық тұрғыдағы жұмыстарына қандай баға бересіз? 3 минуспен. Бұл 1 мен 5-тің арасында? 1 мен 5-тің арасында. Енді одан да төмен баға беруге болады, бірақ үмітсіз шайтан дейді. Мен енді ойлаймын, біздегі экономикалық реформалар тиімді жүзеге аса алмады. Дұрыс бағдарламалар болды. Индустрияландыру бағдарламалары 2003 жылы қабылданған. Өте жақсы бағдарламалар екенін бәрі айтады. Бірақ ол жүзеге асқан жоқ. Қаншама бөлінген қаражаттың барлығы жерге, жаңағы шөл далаға құйылған су сияқты сіңіп кетті. Сондықтан да бұл жерде кәдімгідей сөзбен істі бір-бірінен байланыстырылатындай нақты жұмыстар жүргізілу керек деп есептеймін. Және де осы қаншама мемлекет тарапынан қабылданып жатқан кейінгі стратегиялар, ұлттық бағдарламалар, солар өздерінің жемісін бере алмай тұр, өкінішке қарай. Соның жемісін бергізе алатындай нақты қадамдар болу керек деп есептеймін. Бұдан бөлек негізгі елімізге қажетті дүние, қазіргі уақытта біз айтып отырмыз ғой, жаңа премьер келді, енді бір үміт бар дегендей. Бірақ осы премьер жүйедегі дағдарысты реттеп берсе, ең болмаса қалыптасқан сыбайлас жемқорлықтың тамырына балта шауып берсе, соған да рахмет айтатын едім деп ойлаймын. Енді одан кейінгі премьер нақты экономиканың тілін білетін, экономиканың жалпы заңдылықтарын білетін,
экономиканың мектептері классикалық мектеп па, неоклассикалық мектеп па, шын мәнінде либералды экономика құрамыз ба, жоқ әлде шектеулер бар экономика құрамыз ба? Оның барлығын нақты тереңнен білетін маман керек деп есептеймін. Қазіргі экономикалық блоктағы мен көріп отырған бағдарлама ұлттық экономикалық модель болатындай емес. Менің көзқарасым, менің бағам осы. Бірақ та бізге ұлттық экономиканың модель керек. Қазақтың өзінің болмысын, руханиятын, мәдениетін және де ғылымы мен техникасын бәрін үйістіратын, өзінің мінезіне тән, болмысына тән ұлттық экономика құру керекпіз. Ойыңызды түсіндік. Рахмет. Енді өте күрделі тақырыпты өте оңай, жеңіл тілмен, халық түсінетін тілмен ең бастысы жеткізе білдіңіз. Рахмет. Уақыт бөлгеніңізге рахмет ең бастысы. Келгеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, осымен тәмам ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Лүпілді басыңыз және пікір жазыңыз, бізді қолдай отырыңыз.